қазақ тілі таңдау дәптерімізді алып, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма бұлақ сөзін тәуелдеп жаз. Мысалы, мен көл сөзін тәуелдеп жазамын. Жекеше түрде менің көлім, сенің көлің, сіздің көліңіз, оның көлі. Көпше түрде біздің көліміз, сендердің көлдерің, сіздердің көлдеріңіз, олардың көлдері. Сіздер бұлақ сөзін тәуелдеп жазасыздар. Келесі тапсырма. Мына тұрақты тіркестерді мағынасымен сәйкестендір. Бірінші бағанда тұрақты тіркестер берілген. Екінші бағанда олардың мағынасын білдіретін сөздер берілген. Мысалы, айна қатесіз тұрақты тіркесі дұрыс деген мағынаны білдіреді. Себебі, менің оқушыларым бүгінгі тапсырманы айна қатесіз орындапты. Оның мағынасы, менің оқушыларым бүгінгі тапсырманы дұрыс орындапты. Қалған сөз тіркестерінің мағынасын тауып сәйкестендіреміз.